өзі прямой автобус транспорт жоқ ол жерден. Әр нәрсеге мініп арқаланып қанша көтерсе, 20 ма, 30 ба, пияз, картошка, жейтін нәрселер үйге алып келеді. Әкел. Жақсы. Ол енді өзі үшін әкесі балалары бар. Ну, бұл жерде айтып отқаным, сол қиыншылықтарға, соларға шыдап көнді ғой солай сөйтіп. Кім алдына қиыншылық келсе, бәрібір елдің бәрі де өзінің баласы үшін, өзі үшін, бірақ соған көнбей тастап кетіп жатқан қанша оны бұны. Мен осындай қылып детальный балам. 50 жылдан бері бірінші рет айтып отырмын мен. Сіздер білсін деп айтып отырмын. Бұрын енді, бұрын көбірек жаңағы жеңдіремін. Жаңағы әкеліп жатыр, бүгін көріп отырмын, көз алдымда тұр. Міне бүгінгі дейін жаңағы пияздарды баклажан ба, басқа ма көтеріп келіп жатқаны көз алдымда тұр. Жынды емеспін мен ұмыта беретін. Сондай еңбектердің арқасында қожалық болып келіп жатырмыз балам. Әуелі Құдай мақұлдап тұрған шығар. Ол бірәшей ойнап жүріп, ойыншыққа емес балам. Сіздердей перзенттерді соның үшін беріп отқан шығар Құдай. Мың қатыре шүкір Құдайға. Әкені, шешені тыңдай алатын, тыңдайтын, оны жан-жақты ойлай алатын сіздерге ұқсаған перзенттерді Құдай сол үшін беріп отқан шығар маған. Осы жерде мынадай бір фактті де айтып кетуге болады. Шайын ішті. Мына әжеңнің мамасы, сенің үлкен әжең, бір-екі рет келді үйге, Ташкентке. Енді настолько жаңағы қиын жағдайда ол кезде біз ондай деп отқанымыз жоқ. Ешімден Жасап отқанымызды көріп, іштей налиды ғой енді. Қызы бір дворецке ұқсаған үйге түсіп, жайқалып, рахаттанып жүрмегеніне азырақ не қылса керек та. Сөйтіп, өзі кейін айтады. Кейін біздің жағдайымыз жақсы болғаннан кейін айтады бейшара. Өзінің айтқан сөзі, біреудің сөзі емес. Барып көріп, бұларда адам болып кетер ме екен деп ойлаймын дейді. Кемпірі. Сөйтіп, екеумізге кезек-кезек қарайтын ұқсайды. Сонда біз екеумізде ол кемпірдің не ойлап отқанын қайдан білеміз? Не отқанын қайдан біз екеумізде? Как будто ертең бір күні бізге мынаяқтан бір жарқырап күн шығып, барлық нәрсе гүл болып кететін адамдай ойында еш нәрсе жоқ. Екеумізде алдыға қарап ұмтылып жатқанбыз. Тек содан ғана үміттенемін. Үміттеніп кететін едім дейді. Сонда бәрібір кемпірдің сол үміті ақталды ғой, сол үміті дұрыс болып шықты ғой бәрібір. Ана сол қиыншылықтарды көрдік, Құдайға шүкір кейін жағдайымыз жақсы болды. Мен диссертациямды қорғадым, институтта оқытушы болдым.
жақсы жұмыс істедім. Қайда бар десе сонда бардым. Осы кешегіге дейін, декабрьге дейін мақтада балалардың басында жүретінбіз. Жақпайды, ызғар жер, қар, сонда да сол жақпаса да сабыр етіп, содан сол мен өзбектің ішінде қазақ болсам да, мені жауапты жерлерге қойып, болмаса басқа да өзбектер бар, ответственный жерлерге қойып, абыройымды асырып, барған жерде үлкен адамдардың қасында отырып, пікіріме құлақ салып, міне осындай жағдайға келдік болам. Ол кезде уже не только өзіміз жақсы ішіп жедік, қазіргідей одан да көп өзіміздің жақын жұрттарымызға келген алдымен үйдің ішіне бәріне қамқорлық жасадық, үлкен көмек көрсеттік балам. Моральный, духовный и материальный үш жағынан да көмек көрсетіп, енді Құдай мақұл деген болса, біз бұл перзенттік немізді ақтадық олардың алдында. Енді мына, мысалы, мен өзімнің інілерімді аз да болса көмегі тиген шығар, еш болмаса духовный, әке-шешеміз қуанып жүрді, баламыз оқып келді, оқып жатыр деп, еш болмаса сол жағына інілерімді оқыттым, саламатты оқытып шығардық. Ана Лиза да сол біз Ташкентте отырғасын, соның арқасында оқып бітірді, оны мені оқытқаным жоқ, бірақ сонда да сол основной опорный точкасы біздің үйге келіп жатады. Киім кешегі кейде әйтеуір көмектесіп тұрдық біз. Ол да сол біздің арқамыз. Бұлай мелки көмекке келгенде мен мына Дарихаға да көмектестім. Алтынды оқуға кіргізгенде мен, оның балаларын да, қысқасы маған жақындасып кеткен. Неге? Үйге бұлай жақындасса, бәріне көмегімізді қолымыздан келгенше тигіздік. Ол бізге жасаған олардың қамқорлықтарының көмектеріне қарағанда бірнеше есе артық көмегімізді тигіздік. Ол түгілі нағашы жұртымыз, мен үлкен әкемнің нағашы жұрты, мына Толыбай аға деген, олардың семьясына да оларды оқуға кіргізуіне де, бір оқуға кіргізудің өзі де жатқан комплекс жұмыс балам ол уақытта, ол өзінің заманында. Ол бір тек бұлай оқи қой деген сөз емес, ол жатқан бір целиком жұмыс. Солардың бәрін атқардық, сабыр етіп жүріп, шыдасып жүріп, барлық нәрсеге көніп жүріп, солардың бәрін атқардық. Енді ол адамдар не ойлайды, не дейді, олардың өздерінің еркі. Мен онша олардың алдында отчет я не беріп отырғым келмейді. Мен өзімнің істеген жұмысымды білемін. Кісіге қиянат қылғаным жоқ балам. Енді кемшіліктер болған шығар балам. Кемшіліксіз адам жоқ, кемшіліктер болған шығар. Бірақ мен ешкімге жамандық жасаған жоқ. Мысалы үшін жұмыс бабында. Мен негізі оқытушы өмір бойына, университетте оқытушы институт, бұрын институт деп аталатын еді, университет деген республикада біреу я екі болады. Институт болатын бұл. Қазір ол дәм жоқ университет бізде көбейіп кетті. Өмір бойынша сол институтта оқытушымын мен. Сонда мен вспоминаю, білген балаға, бір балаға да екі қойған емеспін мен. Мен ол не припоминаю. Жаман көрсем де, жақсы көрсем де басқа. Біліп тұрған балаға екі қойған емеспін. Бірақ білмеген балаға положительный бағаларды қойып, жаңа кемшілік деп отқанымыз сол. Өмірдің несіменен ол істер болды енді, ол мен періштемін, өмірде кемшілігім жоқ деп мен мақтана алмаймын. Ондай істер болды. Бірақ жаңағыдай жамандық кісіні қақсатып, ондай іс істеген емеспін. Соның арқасында Құдайға шүкір, қаяққа барсам жұмыстан шығарып жібермей, өзім кетсем кетіп жатырмын, жұмысында істеп келіп жатырмын. Қайда барсам да. Атқарып жүрмін. Осы бүгінге дейін қаншалықты қиын болса да, берген жұмысын, менің жұмысымды әліге дейін, әуелі Құдай деп айтайын, міне осы биылда мүмкіндік берсе, енді 4-5 ай қалды. 1 сағат сабағымды біреуге, мен ауырып жаттым, бүйтім ауырсаған емеспін. Каникулда ауырамын, жазда отпускіге шыққанда ауырамын, сабақ уақытында барлық уақыт сабақтамын. Сабағымды беріп келіп жатырмын.
kешіккен емеспін. Почти что. Мақтана берме. Менікі, мен бір қолымда үлкен права, я не жоқ, менікі қара еңбек. Оқытушылық деген әшейін жұмыс емес. Бұл мына физический жұмыстан қара тер қара су боламын балам. Тақтада түсіндіріп, балаларға түсіндіріп, осылайша түсіндіремін мен сабақты, осы әлі сөйлеп отырғандай қылып түсіндіремін. Және тақтаға жазамын, және балаларға қарап тұрамын. Осы бүгінгі дейін солай жұмыс істеп келіп жатырмын. Мен ана неменен бүйт деп отырғаным жоқпын. Түртіп жіберіп, ананы шақырып, мынаны шақырып, ол емес. Ондай неге жете алмадым. Мен жаңағы даладағы сол неден осы деңгейге әрең жеттім. Жеткен болсам, Құдайдың көмегімен. Құдайдың көмегі дегенім әшейін сөз емес балам. Решающий моментте түс көремін. Сонда сол түсімде өткен болсам өтем. Сонда сол Құдайдың көмегі деп түсемін соны. Алдым. Жаңағы ауылдан келіп жатырмыз. Ауылдан. Бит киімменен. Ташкентке. Ол бір малдай жүрген адамбыз ғой ауылда. Мал болайық, малдың арасы күнде қой бағып, мал бағып, мал. Ташкентке бір цивилизованный жерде келіп жатырмыз. Ана барлық жақ айна қойып тастаған зданиеге кіргенде басым айналайып, бір майда жүре алмай, бәрі жарқырап. Сондай жерге келіп сөйтіп жатырмыз ғой. Сонда түс көрдім. Үлкен канал. Каналдың көпірі үлкен көпір. Бірақ көпір, ол ауылда көп болатын ауылда, бұл заманда. Әр жерде ол бетон жоқ қой ауылда. Ағашпенен шөпті былай басып, оның үстіне топырақ жаяды, күшті ағаштарды. Көпір сол. Ол біраздан кейін үстіне жүре бергесін, аттың ешектің тұяғы да кіре беріп, жаңағы 5 тесік, 5-еу болу керек енді, сол 4-еу 5 экзамен, ол уақытта 5 экзамен болады. Көпірдің үстінде тесік, мынадай, әр жерде. Есектің аяғы именно тесікке кіретінде ғой. Мен бір есегім бар өзі. Осы күнге дейін сол есегім жүреді мен қасымда айналып. Осы күнге дейін. Түсінде келеді кейде. Есекке мінгенмін, сол тесіктердің арасынан аяғынан мында басып, есектің үстінде мен бірақ қорықтым енді. Ойпыңнан аяғын тығып баса. Есектің аяғы сынады. Мен жығылап, құлап, суға түсуім мүмкін. Итегілер. Деп қорқып жатырмын. Бірақ әйтеуір есек сол жаңағы тесік емес жерден бүйтіп басып өтті кетті. Сол 5 экзаменнен мен жаңағы қорқатыным өзбекше тапсырып отырып, бір ауыз өзбекше түсінбеймін. Ана жазған формула болса, соны түсінемін. Соған өйтіп жауап беріп, сақауда ештеңе айта алмай көзім бақырайып қарап отырамын, ана бірдемені жазып. Сол қарап, бір-біріне екі адам ойласып, оқып кетер, білемедім, мен ол деп айтып бір-біріне айтып, сөйтіп баға қойып береді. Сонымен мен бірінші барған жылы оқуға кірдім ғой. Мектепті бітіріп, бара сала Ташкентке оқуға кірдім ғой. Ол қанша бала, Қарақалпақтан барған қанша бала, почти бір 2-3% бала кіреді бұған. Қалғаның бәрі құлап атқан. Ол кезде құлап деген термин бар. Құлап қалыпты. Пәлешенің баласы құлап қалыпты дейді. Ол ауылдағы ана мен жораларының бәрі құлап, әбді тас төбесінен құлаған балалар бәрі. Бір емес, 1000 рет құлаған. Орақбай деген 6 жыл құлады. Содан басып, тап-тақыр болып қалды. Сол Құдайдың көмегіменен сол жылы оқуға кіріп балам, әрі оқу да жеңіл емес. Математиканы оқуды, математикты кім болса соның қолынан келмейді. Соны бітіріп шықтым. Қалған жағым мынадай қылып не қылып отырмын. Енді соның үшін сіздердің Құдайға шүкір мүмкіндіктерін ол уақыттағы менімен салыстырғанда 1000 есеге көп. Не наразы, 1000 есе. Соларды әрі қарап дамытып, белгілі азамат болып, әшейін тамағын табатын, ел тоқ болып тұрса, итте аштан өлмейді. Біреулер
қарны тоқ жүргеніне мәз балам. Бұл непростое слово балам. Егер мына елдің бәрі тоқ болып тұрса, ит аштан өлмейді. Тарағында кет. Тоқ деген сөз әр үйде жеп қарны тойып қалғаны бар әр үйде. Сол қалғанды тастап тұрғанда ит аштан өлмейді. Сол үшін тек қана қарнының тоқ болғанына қанағаттанып қалмастан, ол жаңа қарны тоқ. Ұмтылу керек, алдыға, чтобы келісті азамат болып жетісу үшін. Ертең бір белгілі бір үй болып, Құдайдың берген перзенттерінің әкесі болып, соларды тәрбиелеп, ол да сенің міндетің балам. Соңында мүмкіндігің болғанша, соның үшін денсаулық сақтау керек. Денсаулықты главный өвердің бір өзің үшін әрі сол болашаққа сау, дені сау ұрпақ қалдыру үшін денсаулықты сақтау керек. Ол денсаулықты сақтауды толып атқан барлық жақтан ес бар. Соның үшін бірінші орын деп барлығы қақсай беретін себебім де сол. Сондайды қалдырсаң, сонда міне әке шешең, ата әжең, барып нөверің сенен разы болады. Әке шеше, ата әже разы болса, Құдай разы. Ата ана разы болса, Құдай разы деп қойыпты. Құдай разы болады. Істеген ісіңді Құдай қолдап қуаттайды. Қолдап қуаттайды деген нәрсені де дұрыстап түсіну керек. Егер қолдап қуаттамаса, сенің тым жақсы істеп жатқан еңбегіңді бір жерге келгенде тайдырып жібереді. Сол жерге бір күшті шайтанды араластырып жібереді, сол адам болмай тайып басқа жағына кетеді. Міне бұл Құдайдың қолдап қуаттамағаны болады. Болмаса кейде сол кейбіреулер олда полезный істеп жатады, жатқан жоқ олда. Но келіспейді. Неге? Құдай қуаттамай тұр. Ол енді әрі қарап бармайды да, Құдай қуаттамай тұр дейді де, қояды әрі қарап бармайды. Не себеп Құдай қуаттамай тұр? Өзінде бір бәле болған шығар. Әрі қарап барып, соны дұрыстау керек. Ол тек Құдай қуаттамай тұр деп, бәрін Құдай қолдары өзінің бұрынғы дұрыс емес істің бәрін продолжать ете берсе, Құдай қайтадан қуаттайды. Надо анализировать, да, Құдай қуаттамай тұр. Оның бір себебі бар шығар. А себеп қайда? Себеп ана қасындағы анада, мынада емес. Глубоко ошибается. Вот мына 90% адамдар сөйтіп ойлайды. Өзінде, үйінде неудача болса, причину ищет там в другом месте, көршіден іздейді. Надо өзіңнен іздеу керексің. От тебя надо искать. Өзің үйіңнен одан кейін. Алдымен өзіңнен. Бірінші өзіңнен. Ертең үй болғанда да балам. Бірінші өзіңнен іздеу керексің. Где я допускал? Кейін соны айтайын десең, бір адамдарға, ол совсем себя оправдывает. Не дейсің енді оған? Оны түсіндіре алмайсың оған, айта алмайсың. Кейін қайта ол айта берсең дұшпан болып қалады саған. Ол именно в этом глубоко ошибается. Неудача болды ба, дереу өзіңнен іздеу керексің. Соның үшін мынадай мақал уже обсуждению, альтернативе не подлежит. Мынадай бар. Жетіскендіктерге ерісіп атсың ба? Дандайсымау керексің, мен қандай құдіреттімін. Мен білгішпін, демеу керексің никогда. Құдайдың көмегімен. Құдайдың қолдауымен. Онда егер біреуде мақтап атқан болуы мүмкін, ол өзінің мақсат үшін. Сенен бір нәрсені өндіру үшін сені мақтайды. В большинстве случаев. Сонда оған да сен былай жауап беру керексің. Егер сен айтқандай бір белгілі бір нәтижеге мен еріскен болсам, ерістім деп басқа біреуге айта берудің керегі жоқ. Егер еріскен болсам, Құдайдың көмегімен болған шығар деп ойлайсың. Сонда ол уже остановится. Все. Егер мен еріскен болсам, то есть, может быть, әлі еріспеген шығармын. Ол, может быть, әлі шикі нәрсені сені адастыру үшін жетіскендік деп тұрған шығар. Ол во вред тебе это все это. Соны жер сондай қылып айту керексің. Егер мен еріскен болсам, онда Құдайдың көмегімен еріскен шығармын.
Еріспесем, ал я Құдай деп ұмтылып жатырмын, ерісермін. Сондай неге, жетіскендік. Ал енді кейде барлық уақыт саған жетіскендік барлық адамға бола бермейді. Кейде кризисный ситуация болады, тупикке келіп қалады. Наукада это на каждом шагу. Барлық уақыт тек алған есебің шығып кете береді сен. Ол қалай шығарарын білмей қанша сандаласың. Сол кезде кемшілікті мұғалімнен, я болмаса басқадан іздемей өзіңнен іздеу керексің. Че-то я бір жерде шала қылып кеттім ау, осы нәрсені деп өзіңнен іздеп, тауып соны іздесең табасың оны, іздемесең қайдан табасың. Тауып соны дұрыстау керексің. Сонда алдыға жылжисың. Адамдар лаулап, жұттан көріп, жүре береді. Жүре бер. Жұт не алады? Сондай балам өмірдің заңдары. Менде, мысалы үшін, осы уақытқа дейін міне 75 жас Құдайдың берген. Біреуге сеніп, еш нәрсені пландастырған жоқпын балам. Біреуге сеніп, еш нәрсені пландастырған жоқпын. Негізінен өзімнің еңбегіме сенемін. Мысалы, бір жерде жүргеннен кейін, айналаңа, әзір мысалы үшін руководитель, менде де руководитель болды. Әзір мысалы burada жұмыс бойынша руководитель, мысалы әзір завкафедра бар, барлық уақытта. Ол да все-таки бірге жұмыс істеп жатқасын, қандай да бір істеді, көмектеседі ол да, обязан ол. Оған сенуіміз, оған жаңағы как-то частично операция етеміз. Онсыз болмайды ғой. Он поддерживает, допустим, меня или другого любого члена кафедры для того, чтобы бәріміз за кафедрамен бірге мы работаем, общее дело делаем. Ол соның үшін ол көмектеседі. Сол көмекке, конечно, мен сүйенуіме болады. Ол так положено. А так, мені мынадай болған үшін анадай қылады. Не, мен никогда ол нәрсе болған емес. Соның үшін сенде де ол нәрсе жоқ балам. Сенде де өзіңнің еңбегімен кеп атсың, мен көріп кеп атырмын ғой балам, мен бәріған сен өзің бәрі экзамен тапсырдың, сен үшін біреу экзамен тапсырған жоқ. Бір английский языкты бір тапсырып, бірден 6,5 балды алдың, саған біреу әп, сен бір тапсырып барып 6,5-ды алдың. Оның бәрі одан алдыңғы, жаңағы Жоржы ба, басқа ма, солардың сүйрегеніне, ізіне еріп, әрекет қылып, тырысып, өзіңнің базаңды, фундаментальный базаңды күшейткендігінің нәтижесінде, в результате этого, вниманиеңді қаратып, сол бағытқа қарап ұмтылғанда, саған тебе поддается. Саған басқаға қарағанда легче поддается. Сенің жаңағы жеп-жеңіл түсінген нәрсеңді адамдар, мысалы үшін, бір 2-3 күнде түсінген нәрсеңді адамдар годами, целый год, бір жылда соған еріссе де, это большое достижение. Соның үшін потенциал дейді балам. Сенімен сөйлескенде, не қылғанда, сенен жоғары деңгейге кеткен, деңгейде тұрған адамдар сенің потенциалыңды байқайды. Бұл баламада істеп істей екен. Солардың бәрі, не потому, что сен Мұхаммад дейін болған үшін, солардың бәрі сенің неше жылдан бергі еңбегіңнің соның бір, вот этот труды все составляют пласт целиком. Соның арқасында сондай кеп атсың. Соны әрі қарап жалғастыра бер балам. Енді міне туысқандарың Құдайға шүкір, мына өзіңнің родной, бір әке бір іші туысқандарың да Құдайға шүкір бәрі де жаман емес. Ана туысқандарың да олар да ұзақ емес, бәрі де болады балам. Ана Жәнібектер еттіп әзірше қатарда істеп жүріп тіл біледі. Сенмен әңгімелесе алады ол. Кейде кейбір ойлары дұрыс. Әлбетте, неге, Камчатта олар үй болды балам, екеуі де. Самостоятельный балдары бар. Енді мынау бір істеп кетер, кейін дені соғысы жұмысқа жағы. Әлбет. Істемей үйе бермес, ақыры бір. Істеп кетер де енді, оған қазірше біздің басқалар жұмыс жоқ.
Sonuç için bu sözlerde aytıp atkanım perspektivam, Kudayga şükür, bar perspektiva degen içine bäri kiredi. Biz bärimiz jinalıp, жаңа туысқандарың бәріміз жиналып, сенің тылыңды, тыл, мы образуем тебе тыл. Ондай жаңа керемет болмаса да, благополучный тыл у тебя. Құдайға шүкір. Әзірше мына келбірек көңіл әйтеуір амалдап бірге кеватырмыз ғой жасап. Мынау бір пристанище, бір очаг родной, бір центрді құрап тұрмыз біз әзірше мына екеуміз. Келіп, демалыстарында келіп демаласыңдар, погода өзгертесіңдер, обстановка өзгертесіңдер, әртүрлі нені көресіңдер, это тоже нужно. Енді біз ол көп тұра бермеспіз, оны көрерміз, оған да оны қайғырып отқанымыз жоқ, ол барлық адамның басындағы нәрсе. Сіздер сол әзіргі неге сүйеніп, талаптарыңды табысты әрекет еңбек ете берің балам. Сіздерде болып жатқан құрттай жетістікті, жетіскендікті естісек, көрсек, біздегі қуаныштың ең үлкені сол. Менімше, мен ойлаймын, барлық әке-шеше де сондай болса керек. Барлық әке-шеше өзінің жетіскендігінен көрі қарағанда, балдарының жетіскендігіне қатты қуанады. Бәрі сондай, бір біз емес. Біз де солардың бірі тек қана. Сол әке-шешелердің біреуі. Соның үшін мына ата мен әже кейде ойыңа келіп, қуансын, мәс болсын десең, сіздерде жеңіс болса болып, соны айтсам, успех болса болып, бізде мәс бола береміз. Biz енді сасыбай сарады әйтеуір шамамыз келгенше тұрғыны барымыз. Енді біздерден де үлгілі образцовый отбасылар, біздерден де үлгілі ата әжелер бар. Біреу екеу емес, көп шығар. Ол потому что так должен быть. Сондай бұл жұрттың бәрі еңбек етіп жатыр алдыға. Шамасы келгенше. Кейде оларда кейбір бағыт может быть успешнее, сонымен алдыға кетеді. Бізде шама шарқымыз келгенше өз орнымызды иелеп келіп жатырмыз. Біз енді бұл жерде мынадай нәрсені айта кету керек балам. Көмек дегенде ол біреулер айтатын шығар, бар уақыт бағып отыруды, беріп отыруды, ол қателеседі. Үйді ойлайтындар. Біздің мына көп туысқандарымыз сөйтіп ойлайды. Оны дұрыс ойлау үшін оның деңгейі өсу керек та. Көмек дегенде бір решающий моментте, бір барьерден өтетін кезде, сол кездегі көмектің өзі жеткілікті. Бар уақыт көмек дегенде біреудің бала шағасын бағып отыру, это что такое көмек ол? Ол көмек емес қой. Сонда оның өзі істейді. Оның бала шағасын жасы нешеге келсе де, анаға келсе де бағып отыра берсе біреу, басқа біреу. Ол не, адам емес сонда? Соны түсінгісі келмейді. Мысалы үшін, оқуға кіргенде бұрынғы заманда қиын болды. Сонда көмектестік. Міне жұрттың бәрі Қазақстанға қарап көшті. Елдің бәрі. Сол кезде көшкісі келіп ұмтылды. Негізгі инициатива основной. Тек қана инициатива емес. Көшіріп әкелген мысалы, менің туысқандардың мына әжең. Одан артық қандай көмек керек? Енді көшіріп әкелді, енді оны жатқызып қойып бағу керек емес қой. Ол бір мал емес қой, ол бағып семіртіп соятын. Әкелді үйіңді, әкелді халық қатарына, адамдардың қатарына қосты адамдар. Мына адамдар болса күніңді көр, ендігі жағында. Сондай көмектің жоқтығының арқасынан қанша адам көшіп келе алмай отыр.
қанша адам. Соның ішінде кейбір біздің жақындарымызда. Жақын болғанда оның қайсы біріне біз көмектесіп не қылып боламыз, шамамыз келмейді просто. Мыналарды арқалап әкелгендей қылып әкелді. Мысалы мен мына тие Низамнан бастап, Низам, Жамал, мына Мұхит, Ислам бәрін арқалап әкелгендей қылып әкелді. Мына Исламның жүгін кемпір ауылдан өзі машинаның үстінде тұрып өзі жүктеді. Кетіп қалды бәрі, жүктің бәрі. Ешкім болмаған. Машинаның грузовойдың үстінде мына өзі тұрып жүктеп, ауылдан алып келді. Ауылдан алып келгеннен неде Сарыағашта күтіп алдық және. Оны жайғастырдық. Это бәрі все прошло. Мен әзір ештеме болмағандай, өзі келгендей, өзіне қылғандай болып отыр. Солардың бәрі біздің мойнымызда болды, соның бәрін біз атқардық. Енді әне тым жақсы қожалық болып отыр ғой, кеше мінекей құдалары, сол мына Исламның құдалары кешеге келген. 31 күнгі үйге келген. Оны да шақырайық деген мына әжең. Енді мына ертегі мына жұмыстардың бәрін әжең істейді, сосын енді әжең айтпаса, бұл да әзір міне 72-де бұл әжең. Әйел адамға это немалый возраст. Оны барып нәрсені күнде істей беру шаршайды. Бір азырақ қимылдаса, ертесі тұра алмай қалады, оны мен жақсы білемін мен өзім. Жұмысқа барып келсем болды, мен шаршап жатамын. Бүгін ештеңе істей алмаймын, бір барып келгеннен кейін, все. Ертең түнде жақсы дем алып тұрсам, ертең түнде жақсы дем алып тұру үшін да мен я должен заботиться бүгін кеште. Тамақтарымды, нелерімді өзімді контролдап, я должен заботиться. Егер бесконтрольным мына жерде жегім келіп тұрған нәрсені бүгін жей берсем, ертең азанда жақсы тұра алмаймын орнына. Вот балам. Соны алдымнан ойлау керекпін балам. Сонда азанда более-менее нормально болады. Вот. Сөйтіп сондай істерді істеп жатырмыз балам. Ну, с одной стороны, старшие должны помочь, конечно.